Қайырлы кеш, барлығыңызға сәлем. Next.js туралы әңгіме қозғайық бұл видеода. Ресми сайты next.js.org. Осыдан документация қарасаңыздар болады. Қалай жұмыс істеу керек жайлы. Installation орнату түрі Yarn арқылы, npx, npm арқылы қалай Next.js проект орнатуға болатынын көрсетіп қойған. Енді сіздерге бұны орнатып керек емес, өйткені мына практикаға қатысып жатқан сіздерде GitHub'тан уже орнатылған дайын проект келіп тұр. Мынау Next.js-тің стартовый шаблоны. Осыдан ары қарай жұмысты жалғастыра берсек болады. Енді айтылу керек нәрсе ол ойлап ең бірінші роутинг деп. Осы роутинг деген бетті ссылкасын сіздерге Telegram-ға жіберермін. И YouTube-қа да қоя салайын, егер қажет болып қалып жатса. Ең базовый қызық нәрсе осы сіздер үшін практикада керек қолданатын нәрселеріңіз. Жалпы Next.js деген ол Vue.js-тің жалғасы деп қарастырсаңыздар болады. Vue.js-тің үстінен құрастырылған фреймворк қой. Мысалға, голый Vue.js-те роутинг ол тұрмайды, дайын тұрмайды, оны бөлек қосасыз, Vue router'ды. Сосын Axios-ты да бөлек қосасыз, сөйтіп тағы да бөлек қосатын нелер бар. Пакеттер. Next.js-те солардың барлығы сразу дайын тұрады. Сосын Next.js проект құрып жатқан кезде көп нәрсені сразу таңдауға болады. Мен осы қазір бір рет көрсете салайын. Мысалға, GitHub деймді. Install жасайын. Так, npm арқылы жасайын. npm init nextstep. Сосын бір проекттің атын беру керек дейді. Nextstep тест дейм. Тест. Қазір қарап отырыңыздар. Кетті. Project name test дейді. Enter'ді бассаңыздар, осы жақшаның ішіндегі по умолчанию беріліп тұрған значение қабылданады, или басқа бірдеңе деп жазсаңыздар болады. Тест болып кете берсін. Сосын programming language JavaScript па әлде TypeScript па дейді. Негізі JavaScript таңдай беріңіздер. TypeScript пока таңдамай қойыңыздар. JavaScript-пен жүре берген дұрыс деп ойлаймын. Package Manager қайсысы болады дейді. Негізі Yarn жақсырақ, жылдамырақ сияқты. Менің қолданысымда солай байқадым, бірақ npm-мен кете беріңіздер пока. Бізде біркелкі жұмыс істеуге акцент қояйық. Барлығымыз ең қарапайым, ең простой, по умолчанию деген сондай значениелерді қабылдап отырайық. Сосын мына жерде күшті жері UI фреймворкта со старта сразу таңдасаңыз болады. Ant керек па, Bootstrap керек па, Beautify керек па деп ше. Мынау арасында Tailwind CSS-те жүр екен. Алдында сіздер қайта-қайта чатта айтып атқан. Осынау болашақта өтек деп. Өтетін болсаңыздар, менде қызыға қосылушы едім сіздерге. Жақсы, Bootstrap'та таңдадым. Өйткені маған үйреншікті болып қалған әбден. Bootstrap'та қайта-қайта жазып. Енді мына жерде Axios бар. Axios деген не? Ол серверге запрос жіберетін клиент қой. Осы Axios-ты қолданып отырып, серверге get запрос, post запрос оларды жіберіп отырамыз. Сосын мынау PWA деген не? PWA деген Progressive Web App деп жазылып тұр енді. Сіздің сайтыңызды қондырып алады десе болады. Қондырып алады. Приложение сияқты болып тұрады. И ол даже интернет болмаса да ашылып тұратын болады. Қолданып көресіздер. Бірден түсінікті болады деп ойлаймын, бірінші қолданғаннан. Интернет болмаса да ашылып тұрады. И сосын өзі қадағалап отырады. Егер сіздің реальный интернетте тұрған сайтыңызда өзгерістер болса, PWA өзі біліп тұрады соны. Өзгерістер болды деп, сосын запрос жіберіп, обновление жасап алып дегенде. Контент дегенде мен білмедім. Керек болып жатса біліп алармыз. Бірақ енді арнайы үшеуін бүйтіп қойып болғаннан кейін бір қызық нәрсе сияқты. Маңызды керек, білу керек деген сияқты сондай бір намек сияқты көрініп тұр маған. Next.js-тің қай модулі керек деп үшеуін шығарып қойыпты да. Жақсы, кеттік ары қарай. Мына екеуін таңдадық, білгенімді. Енді linting tools. Linting деген негізі өте жақсы нәрсе да. Ол не десем болады.
сіздің код жазуыңызды синтаксисін қадағалап отырады да. Былай жазбасайшы, былай жазсайшы деп ше. Егер қате жазып қойған болсаңыз, мына жерін түзетіп жібер деп, сосын сборка жасап жатқан кезде предварительно өзі тексереді, қате болса ұрсады, әуелі мынауын түзе, сосын барып ісін жалғастырасың деген сияқты. Мен эслинтті қоятынмын, солай кете берейік. Енді ең қызық жері тест қой, тестинг фреймворк. Негізі тест жазған сайын адам кодты таза жаза бастайды дейді. Сол үшін тест жазып үйрену керек. Жалпы тест программированиеге дұрыс кіру деп те айтады. Тест жазу арқылы кірсе, мысалға бір компанияға кірген кезде бас жағында тестировщик болып кіреді ғой. Өте жақсы не, андай, қалай айтсам екен, карьераның басталуы деп ойлаймын өзім. Тест жазу арқылы уже келесі этапта сізден не күтілетінін примерно біліп отырасыз. Пользовательдің ойымен ойлануыңыз деген сияқты. И сосын тест деген ол жаңа мен айтқандай тек қана пользователь жақтан емес, разработканың да былай стабильный ары қарай жылжуына кепілдік беретін нәрсе ғой. Жақсы, енді бөлек қарастырған кезде толығырақ айтайық тест туралы. Пока что мен JS-ті қолдандып қана айта салайын. Кеттік, сосын single page бе әлде универсал ма дейді. Мен single page-ді алам, хотя SEO үшін SSR-ді алу керек болса да. Кеттік, сосын серверге Node.js хостингті ала беріңіздер. Сосын Visual Studio Code қолданып отқан болсаңыздар дейді. Біріншісі күшті дейді. Semantic pull request depend-abot. Білмеген нәрсеме кіріспек қойын, осыны ғана таңдап кете берейін. Continuous integration керек па дейді. GitHub Actions деген. Оны кейін әуелі өзім жақсылап қолданып барып көрсетпесем, қазір білмеймін оны, ештеңе айта алмаймын. Бірақ жалпы CI/CD деген тақырып, Continuous integration деген тақырып өте маңызды тақырып. Былай бір жаққа жұмысқа тұрып атқан кезде соны білем деп DevOps болып тұрып кетсеңіз, негізі мықты. CI/CD деген былай разработчиктардың жұмыс істеу циклін автоматтандыруға. Сіз код жазып атасыз, GitHub-қа пуш қыласыз, и ол жақта өзінің өзі тесттер жүргізіледі. Егер тесттер нормальный болып, барлығы success қайтарып тұрса, жап-жасыл болып, келесі оқиғалар орындала береді. Сіздің боевой серверіңізде обновление орындалады деген сияқты. В общем, CI/CD деген мықты тақырып. Так, пока жоқ дедім. Сосын version control system. Git дейді, Gitті обязательно таңдаңыздар. Постоянно Gitпен жұмыс жасаңыздар. Gitсіз жұмыс жасамаңыздар. Все, болды, уже андай программист болып кірістіңіздер ма, любой нәрсені Gitпен жасай беріңіздер. GitHub-қа ашық проект ашып қоя беріңіздер. Бетеп қысылып, жасырып керек емес. Қате болса да, әйтеуір осының еңбегіңізді, сіздің ұмтылысыңыздың бар екенін көрсетеді. Өстіп ойланып алады, болды, уже ары қарай пытырлатып өзі генерит ете береді. Мына берілген входящий настройкалармен қарап отырып, мына архитектураны өзі полностью құрып шығады. Жақсы, мен аны Ctrl-C деп үзе салайын. Үзе салдым, өйткені маған тағы бір тест деген проект керек жоқ, просто сіздерге мына жерде көрсету үшін көрсеткен бұл үшін. Так, жаптым. Жақсы, енді жаңағының нәтижесінде мынау пайда болды деп ойлайық, Енді папкілерге тоқтап өтейін. Так, ең бірінші сіздерге қызық болуы мүмкін, ол pages деп ойлаймын. Pages-тің ішінде сіздің страницаларыңыз тұрады. Сосын мына жерде қалай папкаларды атадыңыз, қалай view пейдждарды атын атадыңыз, соған қарай сізде браузерде сразу нелер дайын болып тұра қалады, роутингтарыңыз. Егер localhost дегеннен кейін ештеңе бермесеңіз, ол индексті іздейді. Индекс деген іздейді. Жалпы ештеңе бермесең, любой папкадан кейін ол обязательно индекс дегенді іздеп тауып алуға тырысады. Ал индекстен басқаша болса, уже соны көрсету керек. Студент болса, значит студент деп көрсету керек.
мынау pull request жасаған студенттердің тізімі. 15 адам форк жасады, мына жерде 15-ке толмай тұр. Кім үлгермеді, жасап қуалап жетіп алуға тырысыңыздар. Сосын біреулер болды араларыңызда кішкене басқаша қылып, әдемірек қылып жасаған. Мысалға лист қылып жасапсыздар да біреулеріңіз. Лист қылып. Ол керек емес, өйткені күтпеген жағдай, тапсырманы берген кезде қарапайым жазу ғана болсын деп ойладық па, барлығыңыз солай қылып жасағандарыңыз күтіледі. Ли деп бағана бергендеріңіз біраз конфликт тудырды. Жалпы жақсы нәрсе ол, былай адамның өзінің бір шығармашылық выходкалары болып тұрғаны күшті ғой. Олсыз да болмайды. Адам былай бұйығы болып былай тұйық болып өспеу керек, программист ашылу керек, бірақ задача берілген кезде соның шекарасын білу керек. Так, кеттік ары қарай. Pages деген осы. Pages деген осы. Одан кейін не айтуға болады? Одан кейін assets деген ол осы жерде сіздің нелеріңіз, суреттеріңіз, скрипттарыңыз, CSS файлдарыңыз осында қойып қойсаңыз болады, или мына жерге қойсаңыз болады. Статик деген дәл осылай неден тауып алса болады деген сөз, қателеспесем. Favicon Nico дей ма? Favicon Nico десем. Статик деген мына адресте дәл осылай терсеңіз доступный нелер, файлдар. Favicon Nico, мына жерде icon png десеңіздер. В общем, сол статик деген. Енді Components деген Pages негізінде екеуінде де view элементтер тұрады, бірақ айырмашылығы мақсатында, қолданылу мақсатында. Pages деген ол мана жақта роутингта бір бет болып, дайын болып тұра қалатын нәрселер, и жалпы былай тұтас бір бетке тұруға лайықты үлкен нәрсе ғой. Ал компонент деген ол кішкентай ғана нәрсе, соны сіз әртүрлі пейдждарда шақырып қолдана берсеңіз болады. Компонент ол, мысалға, сізде файл аплоуд жасайтын компонент болуы мүмкін да, и сол компонентті сіз бірнеше беттерде шақыруыңыз мүмкін. Юзердің аватарын өзгерткіңіз келсе, или там интернет-магазин ғой бізде, товарларды толтыратын болсаңыз, солардың суретін қоятын болсаңыз, сол компонентті файл аплоуд деген қайта-қайта шақыра бересіз. В общем, компоненттің мақсаты сол, тұтас бір бет болу үшін емес, қандай да бір беттің кішкентай бір бөлігі болу үшін құрылатын нәрселер компонент. Pages'тің ішінде тұтас бір бет болатын нәрселер. Жақсы. Так, енді layouts деген не? Layouts деген ол сыртын қаптайтын не ғой? Родительский шаблон деп айтамыз ба? Так. Бұны ары қарай қазбай тұрайын. Өзі уақыты келеді, сол кезде не қыларымыз? Көрсетерміз. Мүмкін үй жұмысына берейін ба? Мынау плагин мен middleware-ларды сторда кейінге қалдырайын. Бірінші күн танысқанға осы айтқанымыз жетер деп ойлаймын. Мына файлдарды астындағы ешқайсысын ашып өзгертіп тырыспай қойыңыздар. Егер случайно бір жерін өзгертіп алған болсаңыздар, ол мына гитте шығады ғой. Гитте шығады, сол жерде мына жерде реверт жасап жіберіңіздер. Discard changes деп ше. Сол реверт қой. Соны қайтадан орнына келтіресіздер. Айтпақшы, гиттің жақсы жері осы да. Сіз бір стабильный бір версияға келген кезде коммит жасап аласыз. И сосын ары қарай тағы да ойыңызға келген нәрсені жасап қирата бересіз. И бір кезде байқайсыз, тупикқа кіріп кетті, мына жол дұрыс емес екен ғой дейсіз да. И соңғы стабильный состояниеге қайта саласыз. Сол үшін де постоянно гит қолданыңыздар. Бопты. Сосын тағы бір нәрсе, осылай видео айтқаннан кейін астына қысқаша несін жазып кетейін ба? Мазмұнын, қай минутта не айттым деген сияқты. Солай керек болса айтыңыздар. YouTube'да или Телеграмда чатта жазасыздар ғой. Егер
керек емес болса ладно айтпай ақ қойыңыздар. Болды, сау болыңыздар. Қазір мен бір екі нәрсе жасаймын и жұмысын берем.